Бастық болып үйреніп алған адамға жаман болады ол. Қолынан басшылықты бере алмайды дегенде. Дұрыс па? Дұрыс. Істеп жатқан жұмыстың бәрі дұрыс. Саясатымыз дұрыс қой біздің? Дұрыс. Қателігім болса айтыңдар, мына жерде қисайып кеттің біраз деп. Тарихты білмейміз біз, өзіміздің тарихымызды. Арабтың тілінде жазылған тарихымыз жоқ болып кетті. Одан кейін латын тіліне көшіріп, одан жоғалтып алдық. Қазір орыстың алфавитіне көшіп, тіпті Египеттің тарихын жақсы білеміз, өз тарихымызды білмейміз. Соны білмегендіктен 300-ге бөлініп ұру болып жүрміз. Ешқандай жүз деген жоқ, дүз деген орда деген сөз. Шыңғыс ханның 3 баласынан бөліп бергеннен ғана дүз болды, жүз емес. Қазір бөлініп, оның ішінде барып Қазакемнің әлгі жүздің ішінде дағы 40 руға болынып кететінде бар, бір ауылда тұратындар. Сондықтан мына ақсақалдарға айтатыным, үйде шай ішіп отырып, ана ұруың кім, есімің кім, бәлен түген, сен анаусың, мынаусың деп, мына жастарды бұзбаңыздар. Ертеңгі болашақтың барлығы бірлікте болады. Bir болмасақ, баяғыдан бері қарай бөліп барлығы бізді басқарып келді, жетеді енді.